достар, менің аты жөнім Болатбек Сержан. Менің болашақта таңдаған мамандығым ветеринар мамандығы. Алайда бұл мамандықта қазір көбісі сәннен қалған дейді. Алайда бұл мамандық ауылдық жерде ең керекті мамандықтардың түрі болып табылады. Және де бұл мамандық ауылдық жерде өте жақсы дамыған деп айта алмаймыз. Сол себепті де үкімет тарапынан біраз қолдаулар болып жатыр. Ауылдық жерде егерде мал ауырып қалса, ол тек қана шығын ғана болып қоймай, адамға да жұғып кету қаупі бар. Сол себепті мен ветеринар мамандығын таңдадым. Және де осы мамандық иесі болғым келеді. Мен болашақта дәрігер мамандығын таңдағым келеді. Дәрігер мамандығын таңдау үлкен жауапкершілікті талап етеді. Себебі дәрігер адам анатомиясын өте терең білумен қатар, кез келген уақытта науқастан жиіркенбейтін, қаннан қорықпайтын мықты жан болуы керек. Адам өмірін жақсарту және адам өмірін сақтап қалу дәрігерлердің қолында. Болашақта адвокат болғым келеді. Адвокат өзіне көмек сұраған, яғни көмекке мұқтаж адамдардың құқығын қорғайды. Адвокат барлық соттарда өзге мемлекеттік органдарда қорғаушы немесе өкіл ретінде әрекет ете отырып, заңдық көмек сұраған адамдардың құқықтары мен мүдделерін қорғайды. Адвокат болу арқылы қоғамда болып жатқан әділетсіздіктер мен заңсыз әрекеттерге жол бермейді. Болғым келеді, себебі ол менің хоббиім. Әлемге әйгілі Месси, Роналду сынды футболист болғым келеді. Ол үшін тынбай еңбек ету қажет. Қазақстан футболын әлемдік деңгейге жеткізу үшін өз үлесімді қосқым келеді. Менің болашақ мамандығым мұғалім. Мұғалім мамандығы маған өте қатты ұнайды. Мұғалім мамандығы өте ауыр және маңызды болып келеді. Дүниедегі мамандық аталудың төресі ол ұстаздық. Ғылымды да, тілінен бал тамған ақын да бәрі ұстаздан тәлім-тәрбие алған. Ұстаз болу өз уақытында аямау, өзгенің уақытын аялау. Қазіргі 21 ғасырда IT технологиясын меңгере білу керек. Себебі мұғалімге заманға сай онлайн тұрғыда сабақ беру және оны құру міндет болып саналады.